зерттеу жұмысын бастамас бұрын ең әуелі өзімізді таныстырып алайық. Мен Данышпан мектеп алды тобының тәрбиешісі Акиева Саягүл. Менің атым Ұлдере. Менің атым Айгүл. Ой, жарайсыңдар балалар. Өзімізді таныстырып алсақ, бізде қазір бірнеше зерттеу жұмысы жүргізіледі. Алғашқы зерттеу жұмысымыз, яғни суды қалай тазартуға болады. Яғни қазір біз осы суды тазарту жолын көреміз. Балалар зерттеу жұмысында химиялық заттар болады, оны көзбен көреміз деп көзбен ұстаймыз, бірақ ауызға салуға болмайды. Өйткені ол адамның денсаулығына зиян келтіреді. Солай ма балалар? Иә. Зиян келтіреді. Ең алғашқы балалар су тіршіліктің көзі болып табылады. Суды бізде ластанған сулар бар. Көбіне біздің қазіргі ішетін суымыз балалар, яғни көп таза емес. Таза емес су ол адам ағзасына зияны өте көп. Яғни адамның ішек жолдарына инфекция түсіреді. Сонымен қатар адамдардың улануға келеді. Соның қазір бір бөлшегін ғана біз зерттеп көрейік. Бізде мына жерде яғни құрылғылар, яғни суды қалай тазартуға оларының құрылғысы бар. Мынау бізге қажетті заттарымыз көмір, фарфор құмы, кварц құмы және тазартылған құм. Енді осыларды қазір ретімен қойып, және бізге сүзгі қажет, содан кейін ластанған құм суға ертеміз. Көрдік па балалар? Ластанған судың астында балалар міне қараймыз. Міне тазартылған, яғни міне таза, өзіміздің таза суымыз шықты. Көрдік па балалар? Екінші тәжірибеміз жанартаудың атқылауы. Яғни бізге қазір қажетті заттар арнайы жасалған, резинеден жасалған жанартау, сендерде бар балалар. Одан кейін ас содасы, яғни ол арнайы істелген, бұның ішінде балалар ас содасы дегеніміз балалар, яғни біз тамаққа да қосамыз, тазартқышқа да қосамыз. Оның ішінде балалар қызыл бояу қосылған арнайы істеліп қойдық. Одан кейін қант бөлшектері, бұны да бізде балалар, қантты тамаққа да қосамыз, яғни өзімізге пайдаланамыз. Күнделікті заттарымыз арқылы қазір жанартаудың атқылауын жасап көрейік. Реакция жүрді, яғни үлкен не болды? Көпірі, дұрыс айтасың, яғни үлкен көпіршіктер пайда болды. Ұнады ма балалар сендерге? Иә.